Салам азиз телесерджилер, Миле телеканалында еді күн информацион талил программасы тағдым етле. Студияда мен Алимия Кайбулаева жалышам. Бу hafta olып кечкен эң муим ве эң мераклы адиселер ақында бізім йайнымыздан текрар таныш ола білерсiniz. Шымды иси haftaның esas адиселеріне кечеміз. Кырым Жумхурiyet Devlet Академик музыкалы театрында халқара қадын қызлар күніне бағышланған байрам концерті олып кечті. Кырым қадынларына келечек байрамнен Кырым Жумхуриетнің башы Сергей Аксенов хайырлады. Концертте бізі мұхбиріміз Султания Сидакаева да болынды. Ярын тек Русия дегілде бұтын дүния халқара қадын қызлар күніне қайды тежек. Бұ байрам әр вақыт бар, гүллер, бақшышлар ве яқшы кейф иле бағылы. Халқара қадын қызлар күні арфесінде Кырым Жумхуриетінің башы Сергей Аксенов Кырым қадынларыны қазанылған медаллер ве фахри ярлықлар иле мукефатлады. Всем нашим женщинам здоровья, счастья. Хотим сказать, что мы любим вас, ценим. Благодарим за все, что вы делаете для нас, для республики, для России. И, что можем сказать? Мы гарантируем, что мы вас защитим от любой напасти, и чтобы наши женщины еще не боялись. Будем жить под мирным небом. Поэтому низкий вам поклон, поздравляем, любим, ценим. Кырым Жумхуриет Девлет Шураның рейсі Владимир Константинов да хайырлавларға қошылып, бұл байрамның муимлігіні қайдетті. Мы благодарны женщинам за эту работу, которую они ведут, за ту любовь, которую нам дарят. Но мы со своей стороны тоже стараемся, так сказать, эту и любовь дарить, и быть преданными, и верными, и надежными. То, чего от нас требуется. Ресми қысымдан сон байрам концерті башланды. Я люблю тебя на слез. Каждый вздох, как первый раз. Март 8-інде эркеклер өз севгілі қадынларыны хайырламаға ашыққалар. Ярын Сусана Абибуллаеваны балаларындан ве торунларындан ғайры талебелері хайырлажақ. Сусана ханым 1939 сене Ахмеджетте дүнияға келді. Сүргінліктен сон Бегават шеріне тұшты. Анда орта тәсіл алған сон педагогик оқып юртына кірді. Очоқ еллар девамында мектепте башланғыш сыныфлар ожасы оларақ çalıştı. Балалар епсі осты бүйді енді кім қайырды көрсе, бірсі доктор, бірсі полковник. Балалар ұнтмай оқытқан балаларым келелер, кетелер, ұзақта олған сөйлері, даже мұсафірлікке кеселер, мұнда да келелер. Сусана Абибуллаева білдіре ки әр ел өз талебелерінден ең самими ветеміз тәбіреклеріні қабыл етмек пек хош. Бүгін Сусана ханым қызынен берабер халқара қадын қызлар күніне азырлықлар көре ве қадынларыны келечек байраммен хайырлай. Алла herkese öyle mabetlik versin. Ana olsa sağlık, mabetlik, ana baban da süysünler. Ana babadan ayrılmasınlar. O bek balaban iş. Hatırlatамыз 1966 seneden başlap халқара қадын қызлар күні байрам күні олмақтан ғайрық ратлық күні сайла. Султания Сидакаева, Алишер Алимов, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Юнан Рома көреші бойынша олимпик чемпионы Рустем Казаков бұл сене оз 70 елығыны қайдете. Бұл тәдбірге айыт чоқ мерасимлер кечірілді. Ахмеджет районының Аңғара койынды яңы спорт салоны тантаналы суретте açılды. Ве Кырым Муэндис педагогика университетінде хайырлавлар тәдбірі тешкіл олынды. Юбилярны хайырламақ үшін Кырым акимиет векілері, нам қазанған артистлер, спортчылар ве студентлер топланды. Бұл ақта бізім левхамызда. Рустем Казаковның ады бүгін бұтын дүнияда белі. Бірінші Кырым татар олимпик чемпионы Кырым татар халқыны бұтын әлемге танытты. Немсе шәрінде Мюнхенде олып кешкен яз олимпик ойынларда совет күрешчісі ағыр күреште немсе спортчыны Ханс Юрген Вейліні еңіп олимпик чемпионы унванына қазанды. Бүгін оның ерішмесіні тантаналы тәдбірде хатырладылар. Рустем Казаков бұдаққаларына бұйық әйжан еле хатырлай. Схватка была очень сложная. Потому что 10 тысяч зрителей встали, аплодировали немцу. В первой минуте была сложная ситуация, я попал на мост, он меня поставил на мост. Вот представьте себе, 10 тысяч зрителей стали кричать, топать ногами, что вот, советский борец попал на мост. И что интересно, ушел я с моста, и опять завязалась схватка, и где-то за 2 минуты 58 секунд я положил чисто на лопатки. Представляете, весь зал замер, какой-то секунды 10-15, тишина. Как это так? Немца положили на лопатки. Но тем не менее, так случилось.
Рустем Казаков үчүн хайырлавлар яңгырай эм акимият векиллери тарафтан эмде спортчыларның адындан. 1972 сенесі Бутун Совет Бірлігі нефеслеріні телевизор экранлары огынде топлады. Ремзи Ильясовның бабасы Буғалебенің шаты олды. Бүгін Ремзи Бейде Рустем Казаковны хайырлай. Бұл инсан Рустем ағамыз ма біле бір орнек. Қырымға қайтқанда мен онен бірінші күнлерден танышым, бірінші күнлерден çok işler yaptık. Yaramay zamanlarda, aklınızda olsa 90'lı yıllarında çok kalabalık karama karşı zaman idi. O vakitte de bizler tırışaydık ve sportunu, Kırım Tatar sportunu işte ayakta durup, güreşçiler olsun, başka bir sporcular olsun beraber çalıştık. Onun için ona nasıl tilegi, sağlık. Çünkü sağlık olsa o daima bir şeyler hizmet etmeye istiyor. Hizmette indi tek milletke hizmet etti. Daha bir iki insan Kırım Tatar arasında bir olimpiysk çempion olsa da pek yaxşı olur dedi. Ana işte ben onu tinleyeyim. Rusия Федерациясының президенті огынде милетлер ара мунасибетлері бойынша шураның азасы Искендер Билалов, Весақ шер мемуриетінің рейс муавины Шериф Османов мешур спортчыны хайырлап, оңа дуа иле саат бағышладылар. O şundu diyor Rüstem Ağa, balaban büyük işler yapar halkımızga. Bizim yaşlarımız her birerde gezmeyip de böyle yarama yollarda yürümeye sportla uğraşırlar. O da oğa büyük istesin koşa. Allah oğa çok ömür versin, sağlık versin. Bundan gayrı Рустем Казаковны хайырламақ үшін Қырым Mühendislik Pedagogika Университеті тарафындан Қырым ве Украинада нам қазанған артистлерінің иштирагы иле концерт программасы hazırlandı. Рустем Казаков üçün en esası budegirli sporçular nesildir. Bugünkü kunge o gelecek çempionlar için çok işler yapa. O hatta 15 yıl evvel satıp algan binanı gençlerge berdi. Ama kapital tamir işleri için para tapıp olamadı. Olimpik çempionu ballar yaxşı şaraitlerde idman etmesine arzu eteydi. Bundan son çempion yardım için Ruslan Balbek'e müracaat etti. Neticede 20 kun içinde salon bütünley tamir etildi. Arzu gerçeklendi. Sporçularda ise yangi zal peyda oldu. Oz 70 yıllığına Рустем Казаков en büyük bahşişini elde etti. Задача была отремонтировать спортзал в течение 2 недель, чтобы успеть сделать сюрприз и подарок не только для наших спортсменов, но и для нашего юбиляра, для символа крымской борьбы, это Рустема Казакова. Поэтому мы все сделали для того, чтобы сделать и ему приятное, и порадовать ребят новым спортзалом. На данный момент строятся спортзалы в Симферополе, в Судаке, в Белогорске. Уверен, что наша задача, основная цель этого проекта – спортзал в каждый населенный пункт, зайти буквально даже в самые населенные пункты, создать площадку, на которой бы наша молодежь сумела бы общими спортивными победами прославлять свой населенный пункт, свой родной край, и чтобы имя крымчан звучало далеко за пределами Крыма. Endi bu yerde bayram keyfi, ukum suriye, kuvanç, muzbet, duygular ve cenkeverlik toplanğanlarını kaldırmay. Öz tesirotlarını herkes bildirmege istey. İdmancılar ise öz nevbetinde böyle şaraitlerde işlemege kolay olganını bildireler. Очень благодарны, что нам создали такие условия для тренировок. Очень приятно, конечно, светло, все чисто, отопление, водопровод, канализация. Все это у нас сейчас есть здесь на месте, в зале прям. Ufacık pencereler ufaktı. Su koğanda duvarlar bızlaydı. Aşıncık nimetler yaxşı, temiz oldu, yarık oldu, sıcak oldu. Mustafa Umerov bu yerde 3. yıl idman ete, umut ete ki denişmeler onun arzusu omurge geçirmege yardım eterler ve o gelecekte olimpik çempionu olacak. Спортзал хороший, отличный, красивый. По сравнению со старым теплее стало, красивее стало, новый ковер постелили. Endi bugünden başlap genç sporçular öz maqsadlarına ve yanı galiplerge erişmege tırışalar. Her bir koyde sport salon içtimai lehası öz işini devam ete ve tez vakitta böyle tantanalı sport salonları açılması diğer koylarda beklenili. Meşhur sportçı Рустем Казаковның adı ise Kırım'da ve bütün dünyada belli. O 1972 senenin olimpik oyunlarında tek Kırım Tatar halkını degildi, bütün Sovet Birliğini meşhur etti.
Ратлық күнлері Қарасов базар районының дағларында 4 яшны толдырмаған Аблекимов жойылды. Оғланчықның араштырывында Қырым Жүмхуретінің мақсус қызметлері Пебутун ярмададан бір қачбен инсан іштірак етті. Иштимай ағыларда малымат тездар қатылды. Аблеким 17 сааттан сон тапылды. Оз жесюр олғаны үшін Вебутун қырымыларға керек олғаны себебінден сақ қалды. Баланы көк таш қаяның етегінде көңілі инсанлар таптылар. Аблеким қарардан зеде ұшыды, вешімді хастаханеде болуна. Мұхберіміз София Шукурова бұл қараманнен ве оның айлесінен көрішті, ве тәфсилатлыжа тариф етмеге азыр. Аблеким жұма ертісі күні мартының 4-інде Қарасов базар районының Кокташ көйінде жойылды. Бұл оғланчық яқында 4 яшыны толдырacak. Ана бабасы бала жойылғаны ақтан мақсус қызметлерге хабер еттілер. Ичтимай ағларда да баланы тапмаға ярдым етіңіз деген мұражат тездар хатылды. Мы обратились в МЧС, позвонили, потом позвонили Крымспас и обратились в Нацгвардию. Ну, службы сразу отреагировали. Незадолго, как мы позвонили, они приехали и начали прочесывать лес. Они с собаками начали весь этот яр прочесывать. Потом вышли все с леса и встали в цепочку по 50 метров. Встали в ряд, человек 100, если не больше, наверное, даже было там людей. И спускаться вниз в яр. Крымспас қызметінің мүдірі Андрей Назаренко Қыдыров операция насыл кечкіні ақта тариф етті. Участвовало порядка 600 человек. Из них порядка 30 человек МЧС России, порядка 30 человек с руководствующим составом Крымспаса, 200 человек Национальной гвардии Российской Федерации, 200 человек МВД сотрудников. И остальная численность — это волонтеры и представители Российского союза спасателей. Кроме поисковых работ, МВД занималась совместно с волонтерами, занималась обходом сел. В 5:20 ребенок был найден волонтерами. Волонтеры выдвигались в этот район на автомобилях повышенной проходимости. Бұл дағда Кокташ көйінден 3 километр месафеде Аблеким тапылды. Аблекимні қыдырғанда инсанлар қиындықларға арас келділер. Анда орман, дақ ве кечірелмеген ерлер бар еді. Аблеким евден 3 километр месафеде тапылды. Бұл ерден яқын суван бары ерлеші. Бұл уфақ сөз тұтқан баланың башына дағға бармаға фікірін насыл келгені атта тасавур етмек қиын. Оер дайым анасының ве 4 абласының сөзіні тұтайды. Никуда так не уходили. Первый раз такое. А так сестренку в основном Софиешка играют вдвоем. Аблеким ве София разылық алмайып қомшу балачықнен бәрабер ақбардақлар жеймаға кеттілер. Дағда олар бөліндулер қорқан оғланчық абласыны ве достыны қыдырып башлады. Күчік бала дағда жойылды. О сақ қалды ве тоқтамаздан кеткені үшін геже сұвығында ұшумеді. Бүтін вақыт уэвге йол қыдырды. Аблекимнің құртарылуы мұжезедір. Ана бабасының фікіріне көре баланың 2 доған күні олacak. Бұ июнның 5 ве тапылған күні мартның 5. Он отсюда далеко ушел. И он только лег. Если он спал бы, его разбудить, тяжело даже дома, он тяжело встает. А его пацаны вот как нашли, ребята, они только подошли, испугались, говорит, мы сразу, что он лежит. Только дотронулись, он начал плакать, говорит, и Софиешку спрашивать. Где Софийка? Где София? Февкуледе вазиет назирлігінің қадимелеріне ярдым көстермек үшін бинлернен инсанлар, еркеклер, қадынлар, балалар ве қарт инсанлар қошылды. Заирбей Аблеким жойылғаныны саат 13-те білді. Бірден ярдымға ашықты, веттек саба сатучылерде евге қайтты. МЧС келді, адамлар топланды. Руслар да бар еді, татарлар, Симферопольден, Бақшсарайдан, бір жерден келділер. Қырымның ішінен бір жерден келділер. Кечесі мен қыдырдық іште. Мен саат 3-те қайтып келдім евге. Біздің балалар саат 4-4:30-да келділер. Сол саат 5:30-да Симферопольден, Ахметшіттен балалар квадроциклдармен келділер. Олар таптылар. Араштыру фелі ерлі Акимиет ве Кокташ көйінің фельдшері Банайноқтанын фельдшері Татьяна Калинина оғырашты. Бұл қадын қомшу көйлерінің сәкенлеріне ярдым сорап мұражат етті. Вот буквально на крыльях летели люди в лес и для того, чтобы найти ребенка. У меня на ФАПе мы посоветовались с Ниной Александровной, с председателем, и решили, что мы откроем ФАП и сделаем, там на ФАПе сделаем штаб по руководству поисками ребенка. Переживали все волновались. И когда позвонили и сказали, что ребенок нашелся, это надо было. И я смотрела, как уезжала эта колонна, это было около 6 часов утра. И
сигналили. Ехали машины и сигналили. И просто волосы дыбом вставали от того, что вот действительно такая дружба, такая сплоченность между людьми. Один маленький этот ребеночек, один маленький этот смог сплотить столько людей между собой. Абляким ерлі хастаханенің реанимация бөлігіне еткізілді. Қарасув базар хастаханесінің невбетчі бала екімін Яра Абдураманова баланың сақлығы ақта айтты. Состояние ребенка стабильное. На данный момент находится в реанимационном отделении с целью дообследования и динамического наблюдения. При проведенном обследовании, если все показатели будут в норме и общее состояние будет удовлетворительное, ребеночек будет выписан. Бұл құрдарыжы амелият мұвафақиетіле екінленді. Әрбір инсан өз вазифесіні бежірді. Аблякимні тапқан инсан өз адыны сеслендірмеге істемейіп, белгісіз қалды. Я не знаю, как звать их, честно говоря. Они не захотели говорить. Я говорю, давайте хоть фотку оставьте, посмотрю, как, Никто же не верил. Они приехали там на джипах, квадроциклы у всех. А милиция им говорит, здесь гаишник останавливает. Здесь пешком, говорит, надо искать. Не надо ходить с такими, машинами, остановила их. Они говорят, это наши проблемы. Сели вот пацаны. Они где-то около часу, 12 час ночи приехали. Саголно всем джематам, всем людям, вот все помогли, никто так не остался. Со всего Крыма все собрались. С Перекопа, с Армянска, с Нижнегорска, везде. Феодосия, Старый Крым, все здесь были. Белогорские, Богатовские, Земляничные. Даже ребята вышли, 40 человек с Морского, оттуда шли все. На тракторах, на чем только, на всем. На всем движущемся, Всю ночь искали, вот 5 часов утра нашли. Бізлев hazırlagan вақытта белі oldu ki, endi yarın Mart 7 күні Абляким хастаханеден çıkarılacak. Bu oğlançıq ve onun ana babası ne geçirgenlerini tasavvur etmek kıyın. Oğlanın takdiri Kırım halkının cesaretligine sebep oldu. Bu vakıya binlerce belgesiz çeşit türlü milletvekillerini birleştirdi. Safiye Şukurova, Hasan Zivadinov, Millet için. Bundan gayra hafta devamında böyle muhim vakıyalar yüz verdi. Nevbeteki levhamızda seyir etiniz. Украина жемиятында шымдыки акимиятның керчек олғаныны кет-кеті анламаға башлайлар. Хусусан анда яшыған ватандашларымыз енді өзлері да Украина режимыны тенхет етелер. Мисал оларақ Украин телеканаларының бірісінде баш редакторы өз Facebook сәйфесінде айтты ки, акимияттың әрекетлері Қырым татар халқының ассимиляциясына доғыртыла. Бұнен берабер бұл авта ичтимаи ағларда Қырым адлиежесі Джемил Темишевнің сөзлері бұйық резонанс олды. Язған постында о Қырымдан ұзақ олған Ленур Ислямов ве Айдер Муждабаевға мұражат етерек, Қырым татарларының меселелерінде спекуляция, яны чешіт, айын ойынлар етмемеге чағырам. Ве қайда теке, келер бойлы вақыт мен сізін көзлеріңізге бақып бұтын япқан ішлеріңіз ақында ақиқатны айтып олырым. Чоққа бармай бұл мевзу бойынша Мустафа Джемилев ве Ленур Ислямов адлиежі Демил Темишев ве дегер ватандашларымызға қаршы субет кечірділер. 45 дақа девамында Джемилев ве Ленур Ислямов адлиежіні әрекетіні тенхит етелер. Атты жазалайжамыз деп қорқузалар. Интересная фраза. Вот если будем продолжать дискуссию, он может что-то сказать. Ну что ты можешь сказать? Ну еще один там холоп, который скажет против Меджлиса что-то. Еще у него там высказывание о том, что я тоже не согласен с некоторыми членами Меджлиса, да еще и может быть совсем орган. Да кто ты такой, чтобы соглашаться и не соглашаться? Когда выйдет Чайгоз и когда выйдет Мустафа Дегерменджи, мы не собираемся там расправляться с теми, кто каким-то образом участвовал в этих вопросах. Но ответить им придется перед народом в любом случае. Придется. За все то, что они делали. Ичтимаи ағларының қолланычылары бұл вазиетні бегенмей бойлы әрекетлеріні тенқит еттілер. Айталар ки халық меселелеріні бойлы шекілде чезмек мүмкін дегіл. Федераль мақсади программа объектлерінің құрыжылығы девам етмекте. Девлет милетлер ара комитетінің векілері мұнтазам суретте чықыш тешкерулер кечірелер. Шымдықы вақытта құрыжылық насыл басамақта бұлынғанына бізім левхамызда сер ете білесіңіз. Бірінші объект бір чоқрақ қасабасында ерлешкен 260 ерлік бала бақшасы олды. Мұнда құрыжылық ішлер толы шекілде алып барылмақта. Қырым Жумхуриет милетлер ара Девлет комитетінің Қырымдан сүргін етілген халықларының абаданлаштыру бөлігінің мудирі Сафтер Абдурахманов қайдетті ки, чоқ денішмелер олды, котлован бүтін лязыр. Начались производиться бетонные работы. Бетон ішлері бежірілі башланды. Құрыжылық тешкілияты график бойынша чалыша. Авада енді яқшы ве әрбір ішлер алып барылжақ.
Чукурча, Бугурча ve молодежный касабаларында да 260 ерлік бала бақчалары құрылмақта. Молодежный құручылық объектінің мөендесі Сергей Соловьев білдірді ки, шымдықы вақытта бетон азырлық бечерілді. Эрбірішлер график бойынша алып барылмақта. Сейчас вяжутся. Шынды арматура каркаслары япыла, темел үшін апалубкалар қойыла. Шымдыки вақытта 12 адам ве 3 техник машина объекты чалыша. Қырым Мөендислік педагогика университетінің базасында құрылacak gençlerinin полиэтник медени мерkezінің құручылығы федераль мақсади программасының ең əsas объектлерінден бірідір. Прораб Денис Эмеев қайдытты ки бүгінгі күнде котлован ішлері бүтінлі екінленді ве чақыл төшілмесі девам ете. Заводится у нас щебень, машины с карьеры вышли. Шымды чақыл кетіріле, карьерден машиналар шымды чықты. Сваяларны да кетірежеміз. Олар енді азыр, шымды олар заводта. Қырым Мөендислік педагогика университетінің студентлері есе полиэтник медени мерkezin açılывыны сабырсызлықнен беклейлер. Олар эминлер, bu müessese яны erişmelerge imkan бережек. Bu merkezde sport комплекс, kitapхане ve laboratoriyalar olacak. Мында emdi 725 аспирант ve студент yaşayacak. Там будет все новое, все современное. Біз китапханеге МД спорт салонға бармаға имкаларымыз олacak. В этом комплексе будет все... Бұл комплекс пек оңайтылы олacak. Бұл МД студенттерінің тәсіл алу жерянына ярдым етер. Очень много приезжих. Бізде ұзақтан келіп тәсіл алған студентлер пек жоқ. Ятақханелер құрылса пек яқшы olur. Ве біздің университетіміздің севiyesi да зияде yükselir. Hatırlatамыз, бала бақчалар құручылығы bu yılın sonuna kadar yekünleyecek. Merkezinin bütünle yekünlenуі ise 2019 sene beklenili. Султания Истакаева, Руслан Хохлов, Millet için. Хош келді қасабасында 260 ерлік балалар бақчасының құручылық ішлері башланды. Лейха федераль мақсади программа черчевесінде кечірле. Ве бинаның құручылығына 270 миллион рубле айрылды. Ішлер башламаздан эвел бұ ерге Девлет Милитлер комитетінің векілері, Ахмеджит мемуриеті, капиталі құручылық қызметі ве ерлі сәкенлер келділер. Біздің телевизион тақымыз да бұ ерде болынды. Ишні башламақ емері сеслендірілді, зиярет темелден башланды. Sonra мұзафірлер объектіні бақып чықтылар ве құручыларнен субет еттілер. Балалар бақшасына топрақ енді çoğtan белгіленді. Умуми күчлер или олған проблемлер тез вақыта чезілді ве құручылар оз ішлеріні yapmaға башладылар. Бұл объектіні Қырым Жұмхуретінің капиталі құручылық қызметі сымарыш етті. Сегодня, можем сказать, день отсчета начала строительства работ на этом объекте. Я думаю, предпраздничный день, детский сад – это для мам, для бабушек. Это будет большой подарок. С праздником наступающим. Пускай побольше рожают, а мы будем строить больше детских садов и школ. Объектның умуми мейданы 4000 квадрат метрні тешкіл ете. Келечек балабақшасының бинасы 2 қатлы олacak ве 260 баланы сықтырacak. Азбар есе ешіртірілежек. К концу текущего года мы по нашим строительным планам должны закончить данный объект и сдать его людям для того, чтобы дети из всех близлежащих кварталов могли посещать это дошкольное заведение. В целом у нас таких садиков, как я уже говорил, 7. И 2 школы мы в этом году планируем строить, уже ведутся соответствующие работы. Қайдетмек керек ки бұл модуль балабақшасы олмайжақ, капитал құручылық объекті сайлажақ. Топрақ дамартасы бүтінлей қораланған объекті есе ишқайна ішімді бұл ерде топрақ вязырлану фишлер кете. Олар март айына қадар екінленежек. Баш мөндес Николай Фоменко қайдетті ки ишлер да тезлештірілежек. Продолжение завершения всех подготовительных работ с обустройством строительной площадки, строительных городков, со всеми необходимыми там помещениями, видеонаблюдением, освещением, въездными воротами. У нас выстроились, будем говорить, приятные взаимоотношения с Рескомнацом. Общаюсь с руководством периодически на совещаниях, и содействие здесь полное. Ну и городские тоже власти тоже включились. Хош келді қасабасының сәкенлері балабақшасына мұқтажлар. Бұл ерде çox балалы айлелер бар. Мында ең яқын олған балабақшалары Бородина, Титова ве Луговой соқақларында ерлеше. Невбет келгенде балаға мектепке бармақ керек олacak. Моему старшему сыну 7 лет. Мы 4 года стояли на очереди в садик, так и не попали. А теперь я рада, что мой маленький младший ребенок попадет в садик. Ерлі сәкенлер бұл балабақшасының құручылығына пек қуваналар. Акимет векілеріне бұл мәселені чезгенлері үшін тәшеккүрлер білдірелер. Конечно, очень рада, что здесь будет садик.
Вот надеемся, что наши каменские дети все будут сюда ходить. Для нас это большая радость, конечно. Я думаю, что это замечательно будет. У нас действительно в Каменке очень большой, очень много деток, очень много сидят дома, именно потому что у мамочек нет возможности оставлять маленьких деток. А здесь будет садик, то это будет, конечно, замечательно. 4 яшлы Лютфия Бекирова да пек кувана, ниет ода бақчаға барып олacak. Я хочу в садик ходить, чтобы с новыми детишками. Объекте тантаналы ишлерінің башланмасы вақтында ерлесі кенлер Невбет ве бала бақчасына қатнамақ üçün насыл весиқалар керек олғанларынан мерақландылар. Этот вопрос мы отработаем с нашим профильным управлением образования, найдем алгоритм действий, что должны семьи в таком случае делать. То есть, скорее всего, будет обращение от семей, от родителей, которые обращались в очередь, о переносе детей вот в этот садик. Но это будет возможно только тогда, когда данный объект, данный садик передастся уже на баланс муниципального образования. Тәфсилатлы мәлімат үшін ана бабалар тәсил профиль идаресіне Франко 25 адресі бойынша мұражат ете білелер. Балалар бақшасының құрылжылық ішлері бұл елінің соңында екінленecek. Қырым бойынша бойле 7 объект бар, құрылжы монтаж ішлеріне весиқаларының екінленуінден сон кечілежек. Алимия Кайбулаева, Айша Шулакова, Аким Бекиров, Миллет үшін. Бүгін Сақ шәр мемориетінің векіллері Сақ районының Новофедоровка веқамышлы көйлерінде бала бақчалар құрылайатқан объектлеріні зерет еттілер. Бұл объектлерде енді ішлер алып барла. Шымды ішлер насыл басамақта олғанны бізі мұғбермаз Султания Ситакаева білмеге тырышты. Новофедоровка көйінде 350 ерлік бала бақчаның құрылжылығы фаал суретте алып барыла. Шымды объекте котлован бутунли азыр, темел, яғни фундамент қоймақ үшін азырланып ішлер башланды. Осуществлена уже бетонная подготовка, завозят арматуру и начинаем монтаж фундаментов здания. Умумен бала бақша құрылжылығына федераль бюджеттен 330 миллион рублей айырылмасы назарда тұтыла. Ишлер алып барылмасы үшін эпісі рұқсет бережі весіқа азыр. Будет пожелание генподрядчику, чтобы усилить работы, потому что регион курортный, придется до курортного сезона сделать ряд работ, захватив больше объемов. Я думаю, садик будет введен в срок, это безусловно. Новофедоровка кой шура мемориетінің башы Сергей Рассоловский қайды тіки. Бұл объекті әр авта тешкірулер кечерелем. Құрылжылық ішлер график бойынша алып барылмақта. Для нас это очень важный социальный объект. У нас очень большая очередь в детский сад. И, конечно же, все молодые мамы со своими детишками тоже выражают слова благодарности. Ольга Талина қызыны тәрбиелей. Қайдетеки көйде бала бақчаларға Невбет буюк. Умитетеки яны бала бақчасы Невбет меселесіні чезер. Большая очередь. Невбет буюк. 3 яшына же группаға түшмеге имканларымыз да жоқ. Яңа бала бақчасына қатнамаға пек істейміз, чүнки мында яқын яшаймыз. Сақ районының Қамышлы көйінде есе 150 ерлік бала бақчасы құрылмақта. Құрылжылық ішлеріне 199 миллион рублей айырылды. Шымдықы вақытта котлован бутунли азыр. Вырод котлован. В данный момент началось испытание свай. Держим на контроле. Каждый день выезжаем на объект. Смотрим, как, что происходит. Мектептен эвел 2 муэссиседі 2017 сененің сонында эксплуатацияға тапшырылacak. Султания Ситакаева, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Қарасу базар районның бір көйінде Африкан домус тауыны яғни чума хасталығы себебінден карантин вазиеті көрсетілді. Бұл хасталық азбарларының бірінде тапылды. Хаста айванларны бұрчек көйінің янында yok еттілер. Бұна бақмадан домузлар yok етілген ерде аляда бұлыналар. Сасықлық дарқала. Ерлесі келер шекет етелер. Бұл вазиетні бізі мұхбермаз Султания Меджи тогренді. Бурчек койының сакинлері разызланалар, чүнки оларның койы домызлар өлдірген ерге чевірілді, амма койде бір кімсе домыз тұтмай. Сакинлер білдірелер ке, мұнда 300-ге яқын домыз кетіріп, мескен евлерден 100 метр ұзақлықта санитар нормаларны бозып яқтылар. Домызлар yok етілген ерден келген ағыр қоқылар ве яқылған айванларын қалымтылары ерлі сакинлерні разызлай. Дикие собаки и домашние. Қиық ве азбар көпеклер, айванлар, сығырлар ве эпидемияны дарқатажықлар. Бұна бақмадан да бұйық проблем бар, чүнки домызлар yok етілген ерден 100 метр ұзақлықта өзен ақа. Бұл өзен вастасынен судақ, кефе, сейетлер ве башқа көйлер сувне темин етілелер. Сакинлер бұның ақыбетлері қазаға чевіреле білгенден сақыналар.
все вот эти отходы, которые... Яхылган сон халган халымтылар топраха ендилер бізде бүтін ерлерде су төпеден ақа. Бу вазиеттен хуюларымыз башлажак ве ягмур сулары өзенге текелю пенсанларға зарар көстережек. Я не понимаю, где... Экологлар қайда? Бу өзден сув судақ кефе сетлер района аққа. Шымды бар ягмулары ведомузларда қалған қымытларыны өзенге алып кетежек. Біз Девлет ветеринария комитетінің баш муавины Валерий Ивановнен бақландық. О айтаки домызлар yok етілген ерлерде үшлер алып барылды. Қасиветленмек üçün себеп yok. Bundan да ғайры Африкан таун хасталығы эв айванлары ве башқалары üçün хафлы дегіл деп қошты. Там же все убрано, все закопано, все сделано как положено. Люди африканской чумой свиней не болеют. Площадка выбрана бетонная. Соответственно, никакого загрязнения ни окружающей среды, ни почвы не произошло. И не могло произойти. Все выполнено согласно правил. Шымды бурчек койы карантин вазифеде булуна. Санитар сынырындан айванлар, хушлар ве атты осымлык максулатлары көрсетілмесі ве чықарылуы ясақ етелі. Сабриха Лиляева, Султания Мечит, Аким Бекиров, Миллет үшін. Сейтлер районның Челебелер койынде 18 яшлы сакинның өлімі ақында хаберден бұтын қырым шашты. Диана Басированы юксек сүрятнен учып келген машина урып кетті. Бірінші мәліматларға көре араба айдаған қадын сарғош еді. Шымды тақығат кете. Яш қызнен сойлары, достлары ве Қырымның чешет ерлерінден келген первасыз қалмаған инсанлар сағылқлаштылар. Фажиалы нақлие қазасының тәфсилатлары ақында Нариман Тарсинова тариф еті. Фаджа олған ерде одешетлі қазанын излері әлі да көруне. Машина кузовның парчалары, қан тамғалары йықылған тереме. Машинада 28 яшындаки қадын бұлына едім. О ичкі ішлер органларының қадимы. Қайдетмелеке қадын сархош алда бұлына екен. Дей қазашы атларым. Такой звук, как ворота наши, как будто бы врезались. Ну, мужу говорю, пойди посмотри, по-моему, кто-то в наши ворота врезался. Он выходит, стоит белая машина, развернута туда, к соседям, получается. Подбегает к машине. Ну, и тут до этого мужчина, очевидец, подбежал. Он говорит, она пьяная, говорит, там, за рулем. Там, говорит, такое перегарище, говорит. Тут лежала девочка в крови. Дальше она поехала вот сюда. И вот смотрите, вот здесь, на нашей территории, лежал в смятку велосипед. Колесо к колесу, и как-то там рама к раме, ничего. Я говорю, пойди посмотри, катафоты есть, все есть. Қаза пригородная суғағында юзберді. Бұл ел сетлер қасабасы ве плодовые көйлері арасында трассаны боле. Елның екі тарафтан бір саатта 40 километрден зияды сүрият ясақ деген белгі тұра. Ама бұна бақмадан айдавчылар бұл шеге емиет бермей. Я иду в магазин, я иду в аптеку вечером, страшно выйти. Вот они сейчас летят, никто не остановился. А 40, а летят уже 60 или 100. Қаза шатлары айталар ки Диана 18 яшында еді. Ана бабасының яшап, екі кичік қардашларыны бақмаға ярдым етеді. О ақшам Qoranта қадынлар байрамына азырлық көреді. Анасы Дианаға түкенға барып торт алмақ ве бұндан сон илячханеге кірмеге рижа етті. Ичкімсенің ақылына яш Диананы сон кекері көреміз деген фікір біле келмеді. Диананын ведалашмақ üçün сой соплары, достары, сыныфдашлары ве первасыз қалмаған Қырым сакинлері топланды. Қыз политехник колледжіне оқумаға кіріп парлақ кележегіне умют беследі. Бұтын арзулар бір ан içinde yok oldu. Очень хорошая девочка была, никогда никому плохого не делала, доброжелательная, добрая, отзывчивая девочка была. Конечно, очень жалко, что так оборвалась ее трагически жизнь. Сой-соплары шымды тек бір шейіні істейлер. Қазада хабатлы олған инсан өз жазасыны чекмелі. Мы требуем наказать их, не простите им это. Одно дитё такое, взрослые родители, помогало все время. И взять убить такое, если бы вы видели, какая она красивая девочка. Bu iş boyunca Tahqiqat Komiteti tarafından endi jinayi iş açıldı. Kanunga binaen eğer habat tazdıklansa insan 7 yılgacha apske alınabilir. Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы полиции. Она подозревается в совершении преступлений. По данным следствия, вечером 7 марта 2017 года сотрудница полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, передвигалась по автодороге Азовско-Нижнегорский, где, нарушив скоростной режим, совершила наезд на 18-летнюю местную жительницу, которая передвигалась на велосипеде в том же направлении.
От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте происшествия. В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе расследования уголовного дела будет установлена скорость передвижения сотрудника полиции, а также иные обстоятельства данного происшествия. В том числе будет даваться оценка исправности автомобиля и соблюдение сотрудникам полиции правил дорожного движения. Elbette Diana'ны қайтармақ енді мүмкін дегіл. Ана бабаның кедері де ешбір вақыт бітмес. Бұнен бәрабер ерлі сәкенлерінің сөзлеріне көре жинайетлікте қабатланған инсан енді бір хач кере ел нақлия қазаларға оғыра едім. Левиза Сидбилалова, Нариман Тарсинова, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Біздің телевизион тақымымыз яңғын нәтижесінде зарар көрген Асановлар айлесінің ефтікленілмесінің кетшатыны көз етмеге девам ете. Хатырлатамыз 2016 сенесі декабрінің 29 гечесінде Ахмеджет районының Мамақ көйінде мескен ев янды. Қоранта құртарылды. Асановлар қорантасына көйдешлер, волонтерлар ве район мемуриеті ярдым көстерді. Ефтікленілмесі бойынша ішлер ақында Фадиме Сейтмамут тариф ете. Уч ай эвелсі Тамамбуев янгынға оғырады. Ама девлет ве халқымыздың ярдымы еле евны яваш-яваш құрып башладылар. Келіңіз бақайық, құружылық ішлері не дәрежеде екен? Нариман Асанов оларның айлесі оғыраған фажияны қатырлаған вақыт енді бір қач ай кешті, амма янгын әлі да тұшыме кіре, дей. Бұ тұш олғаныны аңлап веевнің құружылығыны көріп, ярамай фикерлер оны теркете. Çok sağ olsun bizim halkımız, onlar çok yardım yaptılar. Bana bugün gece kabını devlet memuriyetinden beraber, halkımızla beraber bu evini koterdik. Özümüz şimdi yaşayımız vagonda paka kısmet etse bir 2 ayda evimizge kirip yaşayacağımız. Bana ballar yardım yaparlar, komşular, beraber çalışkan ballar. Havalar yaxşı. Kısmet etse bu yıl inşallah evimizge kirip yaşayacağımız. Evnin құружылығы фаал суретте алып барыла. Диварлар тікленді ве қысқа заманда дамның қойылмасы бекленіле. Шымдылық айле ватандашларымыз тарафындан топланылған малиеге алынған вагон içinde яшай. Devlet Milletler Ara Komiteti район мемуриеті ile beraber құружылық malzemelerini satın alıp, zarar көрген айле için ev тікленмесі бойынша координация işini алып баралар. Мы видим, что уже Біз көреміз шымдылық құружылық ішлері екінленув ноқтасына яқынлаша. Келе ятқан 2 hafta devamında damны қапатмаға планштыралар. Ondan son tamir işleri başlanacak. Ama buna bakmadan biz rayon memuriyeti olarak yerli yolbaşçılar ile muntazam surette bu gibi çıkış görüşmelerini geçirecekmiz. İşini vaktinde tapşırıp sahipler iyun-iyul aylarında abadanlaştırılgan evge koçsunlar. Bu bizim esas maksadımız. Ondan gayrı Ruslan Yakubov kaydetti ki memuriyet bağlarının alını közde tuta. Çünkü olar yangın neticesinde hastahanede nezaret aldığında bulunalar. Дети Yanvar ayında ular Kezlevde tedavilenuvden geçtiler. Okuv yılı bitken son bizim planlarımızda ularını da bir kere şifahanege yollamağa var. Gösterilgen yardım için Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek'e teşekkürlerini bildirmek istedim. Ondan gayrı pervasız kalmagan halkımız ve içtimai faal biznes ular daima bizge kuruculuk için malzemelerini almağa yardım ete. Yakın vakitte Asanovlar Kurantası yanı evge koçup olur. Millet teлеканалы vaziyetinin inkişafını gözetecek. Fadime Сейтмамут, Эдем Исмаилов, Millet üçün. Geçken senenin noyabr ayında hazırlanған Ileyxaның qaramаны 4 yaşındaki Seyit Halil Seyitmemetov yakında 2 hafta devam etken tedavülevden son Moskvadan qaytdı. Реабилитация тибби технологиялар институтында olup geçti. Qaydetmek gerek ki oğlançıqның tedavilenuvi tahminen 190 bin rublenin teşkil etti. Ve bu paralarını belgisiz kalmağa istegen vatandaşımız төледі. Реабилитацияның нәтижелері ве баланың алақта мұхберіміз Айша Шулакова тариф ете. Оғланчықның тедавиленовіне параларны бүтін Қырым топлады. Бұл іште Қырым татар волонтерлары фаал иштирак еттілер. Millet телеканалы да бұл Қорантаның меселесіні айдылнатқан еді. Бұндан сон Сейт Халилның реабилитациясы үшін пара төлемеге істеген инсан тапылды. Февральның 19-дан мартның 3-не қадар бала Москва хастаханелерінің бірінде тедавиленді. Бұндан евелесе оғланчыққа 4 саат девамында баш миының мониторингі өткерілді. Тек бұндан сон эпилептолог екімі чешет ілач уколлар ile ине санчмасы
баласына разылық берді. Бу себептен баланын алып баяғы гүзелже олды. Голову держать лучше. Бала беліні, башыны яқшы тұту башлады. Арекетчен олды. Озы отырмаға тырыша. Оғланчықның анасы Зульфия Халилова Тибей технология институтында çalışқан экимлерінің мутехассызлығыны қайдетті. Сейд Халил шифа беден тербие ве массаж курсыны кечті. Бізге Галилеода яптылар. Матамет. Қоллары ве аяқлары иле уғраштылар. Массаж ве ЛФК яптылар. Bundan gayrı bala ile logoped çalıştı. Erkün betinin birkaç kısımlarına masaj yapıldı. Сейд Халил'nin anası айтқанына көре бөлек hareketler çokça geçirilmek gerek. Bundan son ол laf etmege başlar деген үмітте kadın. Какие буковки еще учила тетя? Какие еще? Какие еще буковки учила? Зульфия ханым эпосы yardım etkенлерге çoxtan çox teşekkürler bildiре. Ачық юреклер тақымы бізге пек бұйық ярдым көстерді. Тедавилевге параларны берген адамға да teşekkürler білдірем. Бұндан ғайры, учақ билетлеріне де пара айырылды. Аллах оларға да ярдым етсін. Частлы, бақтлы олсынлар. Şimdi Сейд Халил'nin vaziyeti bir joruh, lakin daha güzelce neticelerge erişmek için Moskvada Tibet Teknologiyalar İnstitutunda tedavilev kurslarını yılda 3 kere geçmek gerek. Kursun fiyatı 190.000 rubledir. Tekrar rehabilitatsiya yazda planıştırıla. Lakin Korantada paralar yetişmey. Aile Сейд Халил'nin sakatlık nefaha paralarına yaşay. Balanın babası olarnen beraber yaşamay. Hatta alimentlerden kaça. Bu sabi başka bağlar gibi cemiyetinin tolu azası olmasına yardım eteyik. Malumat için telefon numarası koşma 7 978 718 70 59. Ayşe Şulakova, Асан Зивадинов, Millet için. Халқара бүйрек күні яқынлаша, шу себептен Ахмеджитте матбуат конференция олып кечті. Тедбірде хроник хасталарының меселелері açıklandı. Бұл хасталықтан дүнияда яшағанларының 10% азап чеке. Мұндан ғайра бізім телевизион тақымыз бұл ағыр хасталықтан тедавиленген инсанларнен көрішті. Олар аят фырсатынен насыл файдаланғанына мұхберіміз Сабрия Халиляева біле. Шымды біз Ахмеджеттің едінші хастаханесінде болынамыз. Мұна бұл диализ залы. Мұна бұл аппаратының ярдымынен инсанлар мұнда тедавиленелер ве оларының өмірі девам ете. Мутехассызлар білдіргенен көре аппарат çalışması için bir sıra çereler bakılmak gerek. Birinciden su temizlene. O 30-50 kerege temizce ola. Şifalı sayıla demek mümkün. Mında 3 balon var. Birincisi kömür balonu, sonra demir balonu ve üçüncüsü iona almaşuf balonu. Onun içinde katran balon. Onun yardımının tuz çıkarıla. Sonra kayta osmotik sistemanın yardımının temiz su peyda ola. Bundan son temiz sudan mikser yardımının dializ rastvoru hazırlana. Bu aparat mikser onun yardımının gerekli dializ rastvoru hazırlana. Onun kuyuluğu kanğa uşay. Bunun o insanlar evde olganda kanlı şlaklardan temizleyler. Ordinator ekimi Yelena Repicheva aytkanına көре Ахмеджет диалиz bölügü erkunni yaramadamızın çeşit koşullarından kelgen buyrak yetişmemezligi hastalığından azap çekken 48 insanға yardım ete. Ибрагимов Муса bizde 2 yıl devamında tedaviлене. Başta yavaş yüre edi. Şimdi çapıp yüre. Balasına to yaptı bir torunu var. Bular episi dializinin yardımının oldu. Кезлев Сакина Муса Ибрагимов автобда 3 kere mında келе. Ekimlerge yaşamak fırsatını bergenleri için çok teşekkürler bildire. 2 yıl evvelsi hastalandım. Mında mana operasiya yaptılar. Son yaxşı oldum. Кезлевде de böyle dializ bölükünü kurgan olsalar men pek kuvanar edim. Çünkü mında erdayma kelmek onaytsız. Эльмира Бекирова тахминин 10 yıl devamında buyrak yetişmemezligi hastalığı ile sakat nifakası ile yaşay. O endi 3 yıldan beri Кезлевден kelip bu bölükte tedavilene. Men mında kelem hemodializ proseduralarını alam. Mana yengilce ola, o mana kelişi. Павел Журченко ise mında tedavilenmek için Ukraynadan keldi. Ukraynada şifalanmağa imkanım olmadı. Allah'a şükür mında keldim. Çok sağ olsunlar ekimlermen yaşayım. Aytalar ki her bir 10. insan hayat devamında buyrak hastalığına uğray bile. Buyrakның vaziyetine yaşlıktan dikkat ayırmak gerek. Kırım Tibbi Akademiyasının profesörü nefrolog ekimi Evgeniy Krutikov bildirgenine göre hastahanede berilgen tedavilevinin yardımıyla insanlar haftada 3 kere bedava proseduralarını geçmege imkanları var. Paralar federal büdjetten ayrıla. Buyrak
Эркеклер хасталыгы сык алда юрекнен баглы. Дамарларның атеросклерозы олса, sonra бүйреклер де хасталана. Экимлер сағлықны қорчаламаға тевсие етелер. Кереклі тибби тешкерювлерні кечмек, спортнен оғрашмақ, кереклі емеклерні ашамақ, тутун ве ичкележікні құланмамақ. Бу адишейлер инсанларны буйрек патология хасталығындан сақламаға ярдым етер. Сабре Халиляева, Умер Мустафаев, Миллет үшін. Кырым татар медениетіне мерақ күн-күнден арта Алуштаның тарихи өлкешінас музейінде қадын дүниясы адлы серга açıldı. Bu tedbir sonki bir kaç yılda şehir için ananiге çevirildi ve yıl yanı istidatlarını aça, tecrübeli ustalarga ilham beri ve sadece zevk bağışlay. Bu sene oz eserlerini 42 iştirakçı taqdim etti. En küçüğü 6 yaşında. Tafsilatlı Jalile Vicat tarif edecek. Якынлашкан байрамы арфесінде Алуштада тарихи өлкешінас музейінде сергі açıldı. Сергеде тек Алуштаның чебер қадынлары дегілді қомшу көйлерінің, яғни Күчүк Өзен, Корбекул ве Партенит көйлерінің ел ішлері тақдим етілді. Умумен сергеде 350 эсер тақдим етілді. Оларны 42 іштиракчы бежірді. Олар 6 яштан 83 яшқа же. Экспозицияда қадын эллерінен яратылған ижадның нетижелері акс олунды. Сергі мувафақият или кечті бұл сергі бізім шайырымыз үшін аниневи олды. Ве бүгін ишлер чешіт, йонишлерді ве севиеде тасфир етілді. Сергі әнді ананеви олды. О 10 елдан берлі кечірілі. Бұйық сергі салонының диварлары ве пенжерелері чешіт техник усулларда яратылған манзаралар ве эшялар иле донатылды. Бұл сене сергеде ел іші олған илванлар, стимпанк техникасында бежірілген шейлер, емшақ ойынжақлар, бойынжақ иле яратылған ресімлер батик, ошыбана техник усулларда яратылған шейлер, фоторесімлер, ел іші варақалары тақдим етілді. Сергі іштиракчылары арасында Людмила Чалбаш, Эфсаневи Кырым-татар учучысы рахметли Эмир Усейн Чалбашның қадына, оның әрбір іші конкрет образға бағышлана. Мен Эфсаневи Кырым-татар учучысы Эмир Усейн Чалбашның қадыны олам. Ақайымдан айрырылған сон мен нағышнен оғрашы башладым. Менім чоқ ресім бар. Бірінші сергеде 40 иш тақдим етілді. Сергеде бірінші кере ескі Кырым-татар нағышының құсусиетлері тақдим етілді. Анда мықлама усулунен нағышланған Құран қапларны ведігер ел ішлеріні көрмеге мүмкін еді. В этой части зала представлен. Мұнда дорт Кырым-татар қадынның ішлері нумайыш етіле. Олар ананеви орнеклеріні көстере. Бұл есерлер бірінші кере тақдим етіле. Курслар кечірілді, істегенлер огренделер ве нетижеде бөле ажиып ішлер пейда олды. Сергі истедатларны нумайыш етеве өзіні көстермек үшін имкан бере. Бала ішлері де олды. Олар Алушта шеріні чешіт фестивалерде ве конкурсларда тақдим ете. Мұнда бала студиясының ішлеріні көреміз. Бұл 6-17 яшлы балалар. Олар чешіт чүнкі біз чоқ техникларны огрендік. Сергі салонында қадын қызлар иле яратылған ажайып ішлер иле толу еді. Бұл қадынлар мерақларының дүниясы неғадар кеніш олғаныны ве оларының ичкі дүниясы неғадар зенгін олғаныны да бір кере таздықлай. Лиля Виджат, Руслан Хохлов, Миллет телеканалы. Кырым федераль университетінің студентлері Эльмара Бекирова ве Эдемин Асетов нане гуль ве шалфей гидролатындан мармелад яратқан бірінші Кырым татар магистрлері. Озлеріні айрыжа көстерген студенттерге Кырым Жұмхуриетінің Девлет шурасында 38 000 рублей мекдарында мукафат берілді. Бізім телевизион тақымызға есе татлылықларының лезетіні ашап бақмақ имканы берілді. Эльмаз Бекирова ве Эдемин Асетов Кырым федераль университетінің ғұрурадыр. Бұл қожалақ мақсулатлары ғайрадан ішленілік технологиясы ве истисал механизация факультетінің магистрлері 38 000 рублилік мукафатын сайблері олдылар. Эмде бұ тесадуфен дегіл, чүнки бұ яшлар Кырымдаки эфир яқ мақсулатындан натураль гидролатларны ішлетіп чықарылу флехасының муэлифлері олалар. Бұ иш üzerinde олар енді бірқач yıllar devamında çalışalар. Бұдан да ғайры олар чешіт конференцияларда іштирак етелер. Олар bizim gururumuz bu mutexassız şahıslar. Marmelat ustaları bizni OS laboratoriyasına musafirlikке davet ettiler. Mucize tamam anda yaratыла. Edem tarif etkеніне көре инновацион технологияда татылықлар саасында қоқы велезет берген адеттен тыш ингредиентлер ішлетіле. Бұ гүл, шалфей, нане ве лаванда қоқылары. Бұ эфир яғлы мақсулатларының чешіті олар бұв дистилляция усулы иле яратыла. Мармелад пішірмек бойынша иш екі басамақтан ибарет. Біз оны ішлеткен sonra аппарат
спорт, қыза, сув ве мақсулатнын буу қошыла. Був эфир яқнен төпеге көтіріле, сонра суву ве Флорентина ярдымынен айрыла. Мындан гидролатлар чықарамыз. Гидролатан рецепт бойынша біз керекли шерлерні қошамыз, пішіреміз ве чешіт шекелерге төкеміз. Сонра о қойыра. Татылықлар атеште уч даққа девамында 105 градус sıcaklıkта пішірілді. Соңра оларны чешіт шекілі савытчуқлар içine токтелер. Біз азыр мақсулатны бекілген вақытта яқ эфир технология ве ишлетув бөлігінің башы, аятият илимлер намзеті, доцент Наталья Глумова, Эдем ве Эльмас ең гүзел студентлер жедвеліне көрсетілгені ақта тариф етті. Бізім ән яқшы студентлеріміз сентябрь бірінден башлап Кубань университетінде уч семез девамында тасыл алажақлар. Сонра имтианларны тапшырған ве курс ішлеріні язған сон Қырымға қайтажақлар ве дипломларны язажақлар. Мутехасысларның сөзлеріне көре, адеттен тыш мақсулатлар ішлетілуі или яратылған татылықлар тығыз текстуранен белі. Оларда биологик актив компонентлер бар. Бұндан ғайры олар лезетлі. Мына бөле дүлбер ве лезетлі мақсулатлар, яғни мармеладкалар бір саат девамында біз азырладық. Олар бек файдалыдыр. Бұл технологияның ярдымынен Бекирова Эльмас ве Минасетов Эдемге Русия Федерациясының патенті берілежек. Сабреха Лиляева, Энвера Блязис, Миллетичон. Бу авто юз берген ең актуаль мевзулар еді ве шу ноқтада яйнымыз соңына етті. Еді күн программасы сыз еле бір автаға қадар сақлықлаша. Көрішмек үзре, сақлықнен қалыныз.